Не үшін бізде в основном видео түсіруге желание кетіп қалады? Мұның бір-екі себебі болуы мүмкін. Біріншісі, сенде мотивация кетіп қалуы. Или жаңағындай хейт естуің, просмотрлар жоқ болуы и просто уақыттың болмауы. Уақыт бар, бірақ уақыт жоқ. Оны білмеймін, мен потом өзім түсінсем айтам, түсінбедім пока өзім. Екіншісі ол біз барлығын идеальный жасағымыз келеді. Мысалға мен мына видеоның өзін четкий качествода түсіргім келіп тұр, четкий локацияда түсіргім келіп тұр, мықты монтаж жасағым келіп тұр. По идее ол қатты важный емес. И сол үшін көбінесе біз моментті күтіп жүреміз. Новый камера алуым керек, проф камера алуым керек, петличка алуым керек, штатив алуым керек деген сияқты. Или мықты телефон алуым керек деген сияқты. Сондай моменттарды күтіп жүрген кезде бізде уақыт өтіп кетеді. Бұрынғыдай көзіміздегі от болмайды. Менде де тура сондай болған. Бәрін идеальный істегім келді. Видеоның качествосын четкий қойғым келді. Штатив, петличка бәрін алып алдым да. Ештеңе істемей қалдым, өшіп болдым. Ештеңе түсірген де жоқпын. Бұрынғыдай өйткені желание жоқ қазір. Бұрынғы мотивация мен қазіргі мотивацияны салыстырсаң, бұрынғысы өте андай болып тұрған, көзінде от жалындап тұрады, істегің келіп тұрады. Бірақ ол кезде возможность болмады да. Возможность болмағаннан кейін ол қалды. Ал қазір возможность бар, бірақ бұрынғыдай көзде от жоқ.